Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға үй жағдайында паста феттучини жасайтын боламыз. Қыздар өте оңай әрі тез дайын болады. Асыққан кезде жарты сағат уақыттарыңыз кетеді. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Тауықтың төс етін алып, осылайша орташа көлемде турап, ортасынан бір бөлікке бөлсеңіздер де болады, немесе төрт-бұрышты етіп турап қойсаңыздар да болады. Барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Содан соң бір пиязды алып, пиязды да майдалап турап шығамыз. Қыздар өте майда етіп тураңыздар, қатты үлкен етіп тураудың қажеті жоқ. Содан соң бір чесногымызды алып, оны да майдалап турап шығамыз. Барлық керекті қоспаларды турап алдық. Қыздар, келесі кезекте табамызды отқа қойып, осылайша қыздырып аламыз. Май құйып, майымыз қызғаннан соң үстіне міндетті түрде сары май салыңыздар. Сол кезде өте керемет болып шығады. Жаңағы турап қойған тауықтың төс етін салып, жақсылап қуыратын боламыз. Содан соң үстіне пиязды салып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Және де үстіне чесногымызды салып, жақсылап қуырамыз. Қыздар, менің видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, тегін лүпілдеріңізді аямай басып, каналыма қолдау білдіріп, пікір жазып, тіркеле отыруды ұмытпаңыздар. Осылайша жақсылап чеснок, пияз, жаңағы тауықтың төс етін жақсылап қуырып алдық. Содан соң үстіне сливкемізді құямыз. Кез келген 30-33% сливке жарайды. Құйып тағы да араластырып, астын баяу отқа қойып, бетін жауып 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Қыздар, егер де сливки болмаса, сметана қоссаңыздар да болады. Әзірге біз лапшасын пісіретін боламыз. Қыздар, суымызды қайнатып, дәміне қарай тұз саламыз. Мен де осы түрін қолданамын. Үй жағдайында жасағандықтан сіздер кез келген лапшаның түрін қолдансаңыздар болады. Менің қолданып жатқан лапшам кішкене ұзағырақ піседі. Қыздар, осылайша қайнап тұрған суға салып пісіріп алатын боламыз. Үй жағдайында болғандықтан қыздар, кез келген лапша түрін қолдана берсеңіздер болады. Осылайша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Қатты езілдіріп пісірмейміз, қыздар. Орташа қатты жұмсақ болмай, қатты болып қалмай, орташа етіп пісіріп аламыз. Неке қыздар, бізде тауық өте тез піседі. Сол себепті 10-15 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Содан соң үстіне осылайша сыр салып, тағы да бір араластырып аламыз. Сырды қоспасаңыздар да болады. Қыздар, жоқ болса қоспай жасай беріңіздер. Және де жаңағы пісіріп алған лапшамызды үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, тарелкамызға әдемілеп салып ұсынатын боламыз. Қыздар, қалауыңызша бетіне сыр сеуіп ұсынсаңыздар да болады. Өте керемет әрі дәмді болып шығады. Өте тойымды тағамдардың бірі. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Асыққан кезде жарты сағаттың ішінде дайын болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоларым ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеле отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.